астма менен басталып, менде басында аллергия, одан астма болып ауырдым. Учетта 4 жыл учетта болдым. Күркілдеп, жөтеліп жүретінмін. Сонымен осыдан 1 жыл бұрын әсем маған белый зубной пастаны подарить етті. Просто подарить етті. Ол маған ылғи айтатын, ипардың заттарын, өнімдерін пайдаланыңыз, ішіңіз астмаңыз кетеді. Басқа да аурулар көше ғой жетеді. Сол бәріне пайдаланыңыз, жақсы деп жүретін еді. Сонымен мен онша сенбейміз ғой біз енді. Біз мұғалімдер бар, шетелдіктерге сенбейді негізі. Содан сөйтіп жүрдік, үйге Новый годта праздникте үйге келді де, ол маған сол зубной пастаны тастап келді. Сонымен как раз январь айында қатты обострение береді астма. Содан қатты қиналып түнмен ұйықтамайтынмын. Түннің ішінде оянып алып күркілдеп, менің постоянно басымда коньяк тұратын, құс сөзінің басында. Қатты қиналып, жаным қиналған кезде коньякты бір жұтам, қыздырып, мына жерімді біраз қыздырып өткен кезде мен жатып ұйықтап қалап, кішкене сол бір 10-15 минут әсер етсе, сол 10-15 ұйықтасам, кәдімгідей ұйқым қанып қалатын. Сөйтіп бір күні қатты қиналып жүріп, бір дәрі іздеп тартпаны өйтіп ақтарсам, жаңағы спальныйдың несін, комодтың, жаңағы не шықты, белый зубной паста. Я айтпақшы, әсем осы маған тастап кетіп еді ғой, осыдан 1 ай бұрын. Көрейінші осыны жалап деп, жаңағыны өйтіп ашып, кішкене ғана өйтіп жаладым. Сразу оның өзі дәмі, мятный. Сразу мятаның дәмі кәдімгідей олай сарайымды ашты. Сарайымды ашты да, мынау жақсы екен ғой деп, жаңағы зубной пастаны түннің іші, ішіп белім дарып қалады. Қасыма қойып қойдым. Где-то біраздан кейін тағы да жаңағы коньяк ішкеннен айтып, зубной паста жақсы ғой. Содан зубной пастаны жалап, сөйтіп, сол күні әйтеуір жақсы ұйықтадым. Ертесінде күндіз таңертеңнен бастап жаңағы жалайым, жөтелім басылып қалады. Бір басында былай болды, 10-15 минут сайын жаладым ше. Несі, одан кейін уже результаты, мысалы 1 сағат сайын бір жаладым, 2 сағат сайын бір жалап, сөйтіп уақыт өтті, зубной паста постоянно қалтамда жүреді. Қыстың күні ғой енді. Жаңағы сумкеме салып автобусқа кірем, содан кейін қой қазір жөтеліп қысқан кезде сумкамнан ала алмай қалармын деп пальтомның қалтасын салып қоямын. Пальтомның қалтасын алып бүйтіп ақырын ішке кірдім, зубной пастаны неге ұяламын автобуста елдерден, зубной пастаны неге жалап отыр дейтін шығар деп бүйтіп жала қоямын. Сөйтіп уақыт өтті, жаңағы арасы алшақтап 4 күннің ішінде жөтелім жоқ. Басылып қалды жөтелім ше. Өзіме бір түрлі жаңағы өмір бақи 4 жыл жөтеліп жүрген адам ғой. Жөтелім қайда кеткен сияқты, бір нәрсем жоғалып қалған сияқты болып тұрады ше. Жаңағы сөйтіп, сол 4 күннің ішінде жаңағы жөтелім жоқ шықты. Өзім де басында сенбедім. Соның артынан міне Құдайға шүкір, былтырғы 2017 февраль